Ассалаумағалейкум, қадірменді жамағат. Мынау енді бүгін кешегі әңгіменің тақырыбын жалғастыру керек. Жалғастырғалы отырмын. Мынау енді айтып өткеніміздей, Алла, мынау жаңағы Алла деген сөздің негізгі мән мағынасын бүгінгі негізде ашқалы отырмын. Не себепті бұл Алла біледі, немесе жаңағы мынау намазхандардың дейміз ғой, носители дейді негізінен алған кезде. Осының бәрі неге тілге байланған, Құраннан шығарылған, тілге байланған деген сияқты. Сосын мынау әйел адамды не себепті мен микробиологический носители конструкции деп аталып отырмын. Бұлардың бәрінің негізгі несі, терминологиялық әдебиеттің атауы негізінен алғанда бұл ықылас комплексімен байланыстырылған. Барлық неде. Бұның ішінде планетарный индекс дейді, сосын координаттық индекс дейді. Екеуі екі индекспен ажыратылады бір-бірінен. Мынау терминологиялық әдебиеттің мәніндегі негізгі танымдар мен тағылымдар бұл ықылас комплексімен байланысты болғандықтан бұл жерде бөлінді. Менікі, сенікі деген атау жоқ. Алла деген аттың негізгі түбіргі, негізгі несі, негізгі мағынасы мынау галактикалық сағатқа тіркеліп, соның қозғалысының мәнімен жасалған тілге байланған генетикалық кодтың негізгі кілті. Соны Алла деп тілге байлап қойған. Яғни негізгі мағынасы қозғалыс сағатының үкімі мен шешімі білет деген мағынаны білдіреді. Бұл ұл менен қызға да бірдей, екі жаққа бірдей. Бұның негізгі түпкілікті мағынасы мынау Алла қыздарды өзіне періште жаратып, періште етіп жаратып, ұлдарды сендерге сыйға тартып бет деген мағынадан осы сүренің негізінде жасалған. Яғни қозғалыс сағатымның үкімі мен шешімі білет дегені мысал үшін айталық, мынау мегаполистің ішінде қозғалған кезде бұл жерде бұл Алланың атын қолданылатын себебі ықылас комплексіндегілердің носители микробиологический конструкция дейменен, сосын носители микрочип дейді. Бұл ер азаматтарға тән. Құдай дегеннің негізгі индексімен байланысты сырт фактор. Библия комплексі. Бұл Библия комплексінің негізгі несі әйел адамдарға арналған. Өйткені мынау Алланың 99 есімі мешітте жіктелген. Общий параметр бойынша. Бұл жерде жаңағы христиан, мұсылман деген әңгіме жоқ. Алла деген общий атауменен сол жаңағы ықыласқа негізгі жіктеп, осы жердегі қозғалыс сағатының үкімі мен шешімі осы мына жаңа неге байланысты деген сөз. Мегаполисте оны Алла атымен қолдана беруге болады. Жекелей индексте бұлар уже мынау жаңағы бірдің мәні дейді, періштелердің измерениясы. Олардың измерениясы негізінен алғанда разработчиктер деп аталады. Бірақ бұлардың ішінде жаңағы мынау олардың измерениясындағы тіл мәнері қандай? Координаттық өкілдердің негізгісі. Азан шақырылып қойылған атымен әке, шеше, бала, сосын жаңағыдай қыз, қатын деп кете береді. Бұлардың измерениясы сондай. Танымы, тағылымы, сосын кейін құжаттамалық әдіс, документі, удостоверение дейді ғой. Олардың негізгісі солай бөлінді түгел, анықтап, жіктеп, бөлініп түгел, жеке сондай неменен. Бұларда періштелік измерение дейді, разработчиктер. Періште деген сөздің жалпы мағынасы 12 мүшенің, негізінен алғанда 12 мүшенің мына өзіміздегі сүйекке жабысып тұрған 12 мүшенің мына кебіндік дүниенің ішіндегі танымның сыртқа шығарылу негізінде жасалынып отқан нәрсе. Айталық 12 мүшенің қызметі уже адам басыменен сыртыңызда тұр деген әңгіме. Сыртыңызда көрсеткіш болып тұр. Яғни бір клетканың тарихы сыртыңызда бір адамның басымен көз алдыңызда тұр деген сөз. Осы негізде жасалған. Бұлардың бәр жаңағы кезінде бұған не жасаған разработчик кім? Сүлеймен пайғамбардың тұсында жасалды. Осман империясы одан бергісі. Одан арқысы анау Дәуіт пайғамбар. Дәуіт пайғамбардан кейінгі Сүлеймен, оған берілген Сүлеймен, одан кейінгісі мінекей осылай келе оны қазір осы мына негізінен алған кезде анау мемлекеттік системаны құрған осы Сүлеймен пайғамбар еді. Соның системасымен жіберілген. Ал енді құдайлар әлеміне разработка жасаған
Бұл бұның разработкасы Грекия жерінде өтті. Грекия жерінде, Македония. Мынау қазіргі Рим дейміз. Енді Рим деген сөздің өзінің жалпы мағынасы тыныштық әлемі, бейбітшілік деген мағынаны береді. Разработкасы осы мына құдайлар әлемі, оның жалпы несі сол координатта өтті. Ал енді Исаның не себепті пайғамбар болып, оның өліп тіріліп, жаңағыдай оған не себепті бұндай амалдар берілген. Исаның басыменен 12 мүшенің сыртқы факторлық жүйесі солай жүйеленгеннен кейін, Исаның басыменен былайша айтқан кезде мына періштенің өзінің тіліменен, немесе жаңа қазіргі заманға өзіміздің измеренияның өкіліменен, измерениялық тілмен айтатын болсақ, Исаның басымен ұрық клетканың тағдыры баяндалған. Микрочип дейді, история микрочип Святого Духа дейді. Осы киелі рухтың чиптік несі, егер терминологиялық тілмен айтатын болсақ, рухтың чиптік тарихы баяндалған. Сонда бұдан шығатын ұғым, танылатын жаңағыдай санамызға түсінікті болу үшін, оны жаңағыдай ұрық клеткасының тағдырын баян етуші пайғамбар ретінде тануымыз керек. Бұлардың жаңағыдай мәңгілік өлмейтіндігі, мынау жаңағы өлгеннен кейін қайтадан сол чиптан тірілетіндігіміз адам деген серияменен. Ал адам деген сөздің негізгі мағынасы неден мына Алланың 99 есімінің ішінде бар, Алла жаратушы, Алла тірілтуші деген серия бар. Сонда бұдан түсініктісі сол, адам деген серияның негізгі мағынасы ұрықтан жаралушы, ұрықтан тірілуші деген мағынаны білдіреді. Ал енді бұны қаяққа қолдану керек? Қалай қолдану керек? Не себепті бұл адам деп нені кез келген кебінге қолдана беруге негіз жоқ. Жаңағы қазіргі не бойынша, талап бойынша, программа бойынша, исламдық таным мен тағылым негізінде ұрықтану программасы бойынша, соның ішінде әсіресе терминологиялық бұл сөздің негізгі мағынасы мешіттегілерге арналады. Мешіттегілерге. Өйткені сол мешіттегілер осы чиптің носительді өкілдері. Яғни 11 мүшесінде дәлел жоқ, адам деген атау соларға беріледі. Яғни ұрық клетканың ақпаратын таратушы. Немесе жаңағыдай Құранда ашып оқымайтын өкілдер бар. Солардың негізінде жаңағының мысалы носительді өкілдің анау теориялық негіздегі амалдарын орындап жүрген амалдың негізінде олар оны көреді. Мінекей осындай нәрсе екен ғой деп. Мысалы кітапты ашып оқымайды, бірақ бар. Көз алдыңызда ол жүріп тұр. Енді бұл жердегі жын, шайтан деген не қылған фактор? Мынау періштелер деп отырмыз. Періштелер дегеннің екі факторы, біреуі тілда, біреуі белдік индекстің несі ғой, бұны жын дейді, исполнительный функция дейді. Анау функционирующий дейді, тербеуші индекс дейді. Бұның ішінде конструкциялық қожайын ал деген түбір сөздің мәнін жасап берсе, тіл оны тербеуші ары қарай, одан кейінгісі үйлестіруші, одан кейінгісі этаптар кете береді ары қарай, эволюционный процесс деп, для процесса беременності кете береді. Осылай генетикалық кодтың қожайындарына да барлығына да арналған жалпылама несі, танымы. Сол себептен де бұл періште дегеніміздің өзі, мен ана өткенде айтып кеттім, несінде амал иесі, кәсіп иесі деп айтып кеттім. Яғни періштенің міндеті не? Қандай нәрсе? Бұл испытывающий барлығын өзіне испытывать етеді. Мынау адамға жол салады алдына да. Күллі жаманшылықты да, жақсылықты да бәрінде өзіне испытывать етуші, разработчик деп мен оның бірдің мәніндегі координаттық, бірдің мәніндегі анықтама мәнін беріп отырмын. Амал иесі жаңағыдай кәсіп иесі деген мағынаны айтып отырмын. Одан қала берді осы жүйе бойынша мынау Библия танымы деп отырғанымыз жаңағы мынау скрещение дейді, амалдастыру негізінде Библия танымы бұл әйел адамға арналған сыртқы фактор. Сонда бұлардың танымы негізінен алған кезде скрещение дейді, амалдастыру. Сол кезде мынау ішкі фактордан сыртқа, сыртқы фактордан ішке деп өзгертіледі. Сол кезде бұл христиан деп жүргеніміздің өзі әйел адам болып шыға келеді, конструкция носителей дейді. Ал жаңағы мұсылман дегендер, бұлар уже
соның өзіне қайтып барып отыр уже адам деген сериямен. Сонда бұның барлығы да түсінікті жайт, былайша айтқан кезде не десек болады. Мынау жаңағы Құранның толық курсированиясын бітірген амал иелері үшін қандай дәреже болатындығы ол Құранда толық мәліметпен айтылып тұр. Мұнафиқ дейді, 200-ді дейді, мүшірік дейді. Бұлардың несі солай сыртқы факторлық жүйе болып қалады. Ал іші мұсылман, сырты кәпір деп отқаны сол. Мұсылман дегендердің, мен мұсылманмын дегендер, бұлардың ішкі факторы, Исаның тағдыры, ол ішкі факторда тұрғанын ол айтпаса да түсінікті дүние. Ал енді оны сыртқа шығарып жүйелеген кезде бұл қыз баланың конструкция носителі деп уже қыз баланың міндетіне ауысады. Мінекей сол кезде жаңағы Алла деген общий атаудың берілу себебі сол. Алла біледі дейді. Қозғалыс сағатының үкімі мен шешімі біледі деген сөз. Кім қаяққа қозғалып баратыр, кім қаяқта амалға тартып баратыр, кімнің айтқанын істеп жүр. Мына цикловой переходта Ықылас сүресінің негізінде осындай мән мағына берілген. Бұны білгендеріңіз үшін.